Ассалаумағалейкум достар. ВАЗ 21, 14, 15 секілді модельдерінде кездесетін аурулардың бірі терезе көтергіштері электрондық жасамай қалуы. Бізде мындай жайт болды. Кнопкаларын бірнеше рет ауыстырдым, терезем ашылып жабылмады. Сосын ендіге бүгін соны контролька сатып алып 300 теңге тұрады. Сонымен тоқ келе ма келмей ма соны тексеріп көргім келіп отыр. Ол үшін бізге кнопкасының артын қарасақ, кнопкасының артында контактілер номерленіп тұр. 1, 2, 3, 4-тен бастап 7-ге дейін. Сондықтан схеманы қарай отырып, бізге керек сымдар ол 2 және 4. Бұл әрдайым келіп тұратын тоқ плюс пен минус. 2 ол плюс, 4 минус. Қазір контролькамен тексеріп көрейік. Контролькамыз жалғадық. Мында шамалы қысқа ғана сым алып кигізіп қойдым, ыңғайлы болу үшін. Айтқанымдай мінекей 1, 2, 3, 4-ші бізге керек, 4 минус, 2 плюс тақаймыз. Бұл замок қосылғаннан кейін барып жігіттер. Замокты қосқаннан кейін тоқ бұған постоянно келіп тұрады әрдайым. Плюс пен минус. Все, значит, тоқ жағынан ақау жоқ. Тоқ әрдайым келіп тұрған біле тұра, енді тоқ ары қарай моторға қарай шығатын білуіміз керек. Сондықтан мына жаққа клавишасын кигіземіз, кнопкасын өзінің. Моторға барып тұрған контактілерін ажыратамыз. Сосын қазір контрольканы қалай жалғайтынымызды көрсетейін. Мінекей кнопкасын кигіздік. Және де электромоторчикке қарай баратын тоғын ажыраттық. Сосын бұған контролькамызды жалғаймыз. Алдын ала дайындалған сымым міне контролькаге ыңғайлы болу үшін. Екіншісіне тақаймыз. Сосын кнопканы басып көреміз. Тоқ келмейді. Басқа кнопка салып көреміз. Мынау басқа жерден алған кнопкам, оригинал деп берген. Оған дейін арзан 400-500-дің кнопкаларын салдым. Жасамады. Басамыз, тексереміз. Светіміз жанды. Яғни тоқ келіп тұр. Мінекей кнопкамызды тоқ келіп тұрған көрдік. Яғни бізде тоқ моторчикке қарай кнопкадан шығып тұр. Енді моторчикті қайтып жалғаймыз. Сосын басып көреміз. Все, бәрі жасап тұр. Достар, ал егерде контролькамыз жанбаған болса, яғни ол жағдайда бізге тоқ келмей тұр деген сөз. Яғни обрыв цепи, сым бір жерде қиылып қалған болу керек. Ол үшін сымның жеге қиылатын жерлері ол бізде мына есіктен мына жерде бүгілетін жері. Сондықтан мынандай чехолын шешіп алып, сымдарды қарайсыз. Қиылып кеткен сым жоқ екен. Бір-бірден тартып қарауыңызға болады, бір-бір сымды алып. Немесе бұл жерде бәрі жақсы болса, мына панельдің оң жағында центральный торпеданың электро-терезе көтергіштерінің релелары мен предохранительдер тұрады үшеуі. Сол 3 предохранитель тексеріп көріңіздер. Ал егер де жаңағыдай контролькамен тексерген кезде моторға қарай барып тұрған сымды контролькамыз жанып тоқ келіп тұрған тұрса, онда жағдай қиындау, моторчик жанып кеткен болу керек. Оны да жалпы ремонттап ашып қарауға болады. Бұл видеоны түсіруге себеп болған желіде YouTube-та қазақша автоконтенттің жоқтығы. Сондықтан да сіздерге бұл видеом ұнаған болса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Мен өз бетімнен жақсы видео контент қазақша жасауға тырысамын. Рахмет.